Қайырлы күн. Сіздермен бүгін міне осындай балалық шағымыздағындай шербет әзірлейміз. Тура балалық шағымыздағындай рецепт. Бізге 750 грамм шекер, 10-12 ас қасық арахис, немесе осындай мөлшерде кунжут, басқа орехтер қолдансаңыздар болады. Қаймақтың 20% түрі, менде осындай қаймақ 350 грамм болу керек. Ең алдымен шербетті дайындағанша достар, мен арахисті құрғақ қызып тұрған табада қуырып аламын. Яғни бұл кәдімгі дүкеннен алынған арахиске 2 есе әдемі дәм береді және де кептіреді. Ал енді қалыңырақ осындай табаға, қазанға немесе кастрюляға қаймақты салып аламыз. Әлі газға қоймай тұрған, байқадыңыздар ма? Оның үстіне жаңағы шекерді толық түгелдей саламыз. Осы екеуін, қаймақ пен шекерді түгел араластырамыз достар. Міне осылай араластырған кезімізде қоймалжың осындай масса шығуы керек. Міне осындай масса шығады достар. Ал енді осы массаны отқа қоямыз. Бірақ өте қатты отқа қою керекпіз. Барынша газды жағып, сол отқа қойып, үнемі араластырып тұрасыздар. Өйткені түбі, шеті тез жабысып қалады. Барынша қатты қойылған отта ұстап, үнемі араластырып тұрамыз. Тура осы рецептпен, тура осы видеодағындай жасасаңыздар, міндетті түрде сіздерде әдемі шербет шығады. Міне барынша жанып тұрған отта үздіксіз араластырып отырамыз. Осы шербет қайнап, осындай көбіктері шығып, көтерілген кезде арахисті қосамыз және де қайнаған уақытысынан бастап толық 15 минут араластырамыз. Сол кезде түсі осындай қоңырға айналады. Тура осы қоңыр түске айналған кезінде арнайы табаны, тарелканы майлап, міне қараңыздар, майланған. Осы майланған тарелкаға жаңағы түсі қоңырланған 15 минут қайнаған шербетті түгел саламыз. 15 минуттан 2-3 минут немесе 5 минут асырсаңыздар, шербет қатты болады. Егер сіздерге қатты болғаны ұнаса, солай уақытысын ұлғайтсаңыздар болады. Міне шербет осындай болып шығады. Қатқаннан кейін тарелканың астынан 1-2 рет ұрсаңыздар, шербет өзі түсіп қалады достар. Соны осылай, міне қараңыздар, арахистер қандай әдемі болып тұр. Асты май кішкене. Міне достар, біздің отбасымызға осылай кішкене чуть-чуть қатты болғаны ұнайды. Ал енді әдемі тарелкаға салып, кішкене шербетті жегенге ыңғайлы қылып бөліп, дастарханға, балаларға ұсынсаңыздар болады. Достар, тура балалық шағымыздағы дәм өте керемет. Балалық шақты бірден еске салады. Жасап көріңіздер. Тура осы рецепт бойынша 2 ингредиент керек негізі. Шекер мен қаймақ қана, және қосымша кунжут, орех, арахис, фундук қоссаңыздар болады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.